Сәлем достар, менің атым Азиза, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте дәмді болатын люле кебаптың дайындау жолын көрсетемін. Ал ендеше бастайық. Ең бірінші ыдысымызға фаршымызды, құйрық майымызды және де пиязымызды саламыз. Айта кететін жағдай, люле кебапқа міндетті түрде майлы фарш болғаны дұрыс. Сондықтан да мен майлылығы аз болғандықтан 60 грамдық құйрық май қостым. Майлы фарш болса өте дәмді болып шығады. Содан кейін бізге оның үстіне петрушкамызды, бір дана жұмыртқамызды қосамыз. Ал дәмдеуіштерге келетін болсақ, 1 шай қасық тұз, жарты қасық бұрыш және де фаршқа арналған жарты қасық дәмдеуішімізді қосып, жақсылап тұрып енді араластырып алатын боламыз. Алып, енді видеода көріп тұрғандарыңыздай формасын шығаратын боламыз. Екі қолымызбен біріктіріп, сопақша етіп, люле кебаптың формасын шығарамыз. Менде осы 500 грамдық фарштан 10 дана люле кебап осындай формада шықты. Люле кебабымыз дайын. Енді пешке салмас бұрын күнбағыс майымен барлығының бетін майлап шығатын боламыз. Содан кейін 180 градуста 30-40 минут шамасында алдын ала қыздырылған пеште пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, отбасыңызға ұнайтынына мен сенімдімін. Видеода көріп тұрғандарыңыздай шырынды, балғын және де өте дәмді біздің люле кебабымыз дайын. Егер ұнаса, арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Гарнирге қасына өзіңіздің қалауыңыз бойынша күріш немесе картоп еспесін қосып ұсынуға болады.